Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай асқабақтан өте дәмді және тез дайындалатын пирог жасаймыз. Жасалу жолы жеңіл, дәмді шығады. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Асқабақты жуып, тазалап алдым және де осылай жақсылап бөліп тураймын да духовкада 180 градуста 60 минут пісіріп аламын. Міндетті түрде бетін қақпақпен жауып қоямын. Егер де сіздің противеннің қақпағы болмаса, онда фольгамен жауып қойсаңыз болады. Келесі қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнда уже разрыхлитель қосылған, мына жерде көрсетілмей қалды, бірақ разрыхлитель ішінде бар. Және қант қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Және де суық сары май, міндетті түрде суық болу қажет. Егер де ерітілген сары май салсаңыз да ештеңе етпейді, тек қана тесто кішкене өзгешелік болады. Бұл жерде көріп тұрғандай тестамыз біздің кішкене үгітілген сондай болып шықты. Кішкене тастай суық құямыз да жақсылап тағы да араластырамыз. Және қолмен илей берсеңіз болады. Қамыр міне осындай болып шықты. Бұл қамырған қазір 1 сағатқа біз тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол кезде ол өзінің формасын өзгертіп көтеріледі. Және де жайған кезде жақсы жайылатын болады. Келесі біз 2 ыдысқа 2 жұмыртқаны бөліп аламыз. 1 ыдысқа ағын, келесі ыдысқа сарысын. Және оған 25-30 грамм қант қосамыз. Жартысын алып қаламын. Взбивать етемін. Жұмыртқаның ағы үлкейіп ағарғанға дейін. Келесі қантты жұмыртқаның сарысына қосамын, 25 граммды. Және де оны да взбивать етеміз. Бұл жерде біздің жұмыртқаның сарысы түсін өзгертіп, ақшыл сары болады. Бір сағат ішінде біздің асқабақ толық пісіп шықты, өте жұмсақ. Енді оның қабығынан бөлек 1 ыдысқа аламыз. Және жақсылап блендерден өткіземіз. Осындай керемет пюре болды. Енді оған біз 150 грамм сгущенка қосамыз. Және корица, жарты шай қасық. Міндетті түрде корица жақсы кетеді дәмі, сол себепті міндетті түрде қосқандарыңыз дұрыс. Келесі жұмыртқаның сарысы. Араластырамыз. Жұмыртқаның ағын саламында, оны да жақсылап араластырамыз. Взбивать етудің қажеті жоқ, тек араластырамыз. Міне біздің тоңазытқыштан алған қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Бұл ашытқыдағындай көтерілу міндетті емес, тек қана кішкене өзінің консистенциясын өзгертеді дейді ғой. Енді дөңгелектеп жайып шығамыз және формаға саламын. Мендегі қамыр мен асқабақтан 2 дана
пирог дайындалады. Сол себепті қазір мен жартысын құямын. Біздің пирог биік емес, кішкерек болу қажет. Мінекей жартысын құйдым, және де енді келесі жартысын келесі пирогқа қалдырамын. Қамырды осылай жартысын кесіп аламын. Қалған қамырды және келесі пирогқа қолданатын боламын. Мінекей осындай кішірек пирог болады, бірақ өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.